Үшінші, үкіметтің мәлімдеуінше дәл қазір елімізде орташа жалақы 423 мың теңгені құрайды. Яғни $830 құрайды екен. Бірақ бұл мәлімдемесі ешкімге де сенім ұялатып отқан жоқ. Мысалы, елімізде дәл қазір 3 миллион адам небәрі 200 мың теңге жалақы алады екен. Ал оның 1 миллион 800 мың азаматы ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге күн көріп отыр. Сонда 423 мың теңге жалақыны кім алады? Меніңше бұл санның арифметикасын үкімет былай есептейтін сияқты. Мысалы, Асан 1 миллион теңге жалақы алса, ал Үсен мен Есен 100 мың теңгеден алады. Сонда үшеуіне шаққанда орташа жалақы 400 мың теңгені құрайды. Үшінші, елімізде жұмыссыздық көрсеткіші соңғы 15 жыл бойы өзгеріссіз 5%-ді құрап отыр. Тіпті пандемия кезінде Европаның ірі мемлекеттерінде жұмыссыздық көрсеткіші 17%-ға дейін өссе де, Қазақстанда сол баяғы 4,5%. Яғни өзгермейтін 450 мың жұмыссыз адам. Ал еліміздегі еңбекке қабілетті шамамен 10 миллион адамның небәрі 5,5 миллионы ғана нақты әрі тұрақты жұмыс істеп жүр. Яғни олар қажетті салықтарын, жарналарын уақытылы төлейтін санат. Қалғандары қайда? Олардың көбі уақытша жұмыспен нәпақасын табуда. Меніңше пандемия уақытында 42.500 теңгеден көмек алған 4,5 миллион халықты әлі күнге дейін нақты жұмыспен не кәсіппен қамтамасыз ете алмай келеміз.